31 мамыр саяси қуғын-сүргін мен ашаршылық құрбандарын еске алу күні. Біз де сізде көріп отырмыз. Тоқаев режимі кеңестік үгіт-насихатты жалғастыруда. Ол өлмес полк, жеңіс маразына байланысты шерулерге барлық есікті айқара ашып отыр. Митинг пен шеру өткізу үшін акимат пен маслихаттан рұқсат талап ететін заңды елемей, арнайы жеңілдік жасады. Соғысты дәріптеуге жасыл жарып, еске алуға тыйым. Бірақ біз үнсіз қалмаймыз. Кеңес одағы біздің отанымыз емес. Ол халықтар түрмесі. Ол қазақты қырды. Халықтың 3/1 жалмаған ашаршылықпен, қуғын-сүргін, ату, азаптау лагерлермен, ұлт зиялыларын, тілді, тарихымызды жою, жадыны жою арқылы. 31 мамыр аза күні, еске алу күні, шындық күні. Бүгін біз Алға Қазақстан оппозициялық партиясының ұйымдастыру комитетінің мүшелері саяси қуғын-сүргін мен ашаршылық құрбандарын еске алу үшін жалпы ұлттық шеру өткізуге ресми түрде өтініш білдіргенімізді жариялаймыз. Біз көшеге шығамыз. Сталиндік террор кезінде азапталып өлтірілгендерге, кеңес саясатының кесірінен аштан өлген қазақтарға, Назарбаевтың бұйрығымен 86 жылы атылғандарға, 2011 жылғы Жаңаөзен қырғынының құрбандарына, бүгін түрмеде отырған саяси тұтқындарға, 2022 жылғы қаңтарда сотсыз, тергеусіз террорист аталып өлтірілген бейбіт азаматтарға тағзым ету үшін. Сондықтан біз барлық қазақстандықтарға үндеу жолдаймыз. Әр қалада, әр өңірде 31 мамырға шеруге өтініш беріңіздер. Ата-бабаларыңызды еске алыңыздар. Тарихты диктаторлардың жазуына жол бермеңіздер. Біз өз тарихымызды білеміз. Біз кімнің жау екенін білеміз. Біз шындықты ашық айтатын кездің келгенін білеміз. Алға Қазақстан!